Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге творожно тыквенный запеканканың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті құрамдар: творожный қабатқа бізге творог керек, 400 грамм йогурт 100 мл, менде данондікі, жұмыртқа 2 дана, 14 ас қасық ванилин 4 грамм, қант 100 грамм, тыквенный қабатқа асқабақ піскен 400 грамм, 2 жұмыртқа, қант 100 грамм, 14 ас қасық апельсин цедрасы 100 грамм. Ең алдыменен піскен асқабағымызды блендерменен шайқап аламыз. Оның үстіне қант қосамыз, ұн қосамыз және де жұмыртқа қосамыз. Апельсин цедрасын қосамыз. Жақсылап миксерменен взбивать етіп аламыз. Біркелкі массаға дейін. Енді творогымызды взбивать етеміз. Содан кейін йогурт қосамыз, жұмыртқа қосамыз, қант қосамыз, ванилин қосамыз және де ұн қосамыз. Тағы да миксерменен жақсылап араластырып аламыз. Енді 26 сантиметрлік формамызды өсімдік майменен жағып шығамызда, бір ас қасықтан творожный және де тыквенный қамырымызды құйып шығамыз. 180 градуста 45 минуттай пісіріп аласыздар. Суығаннан кейін кесіп жіберсеңіздер болады. Дәмі деген тіл үйреді. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздерменен болған Наргиз. Қош, сау болыңыздар.